Ассалам шахмат жанкөрі, сіздермен шахмат тренері Нұрахмет Байжан. Бүгінгі алғаш сабағымыз бастамас бұрын шахмат тарихымен қысқа нұсқа таныс болайық. Осыдан 2000 жыл бұрын Үндістанда Бахман Чехар деген патша өмір сүріпті. Ол патшаның әскері өте қуатты болғандығынан айналасындағы барлық мемлекеттерді жаулап алыпты. Және де онымен соғысатын ешқандай әскер қалмағандықтан, іші пысып, зеріккенде айналысатын бір ермек қажет болып, уәзірлеріне бір ойын түрін ойлап табуды бұйырады. Ақылды уәзірлерінің бірі Бахман Чехардың көңілін шығатындай ағаштан жасалынған тақта үстінде ойнайтын ойын ойлап табады. Ол ойынды алғашында 4 адам ойнайтын болса, кейін 2 адам ойнайтындай жинақтады. 4 адам ойнайтын кезінде Бахман Чехардың әскеріне өте ұқсас фигуралар жасалынғандықтан, оны шатуранга деп атады. 2 адамға жинақталған кезінде оны шатранж деп атап, қазіргі шахматтың алғашқы атауы басталды. Ол шығыс елдеріне сауда керуендері арқылы және де Орта Азияға тарап, сосын ол парсыларға да жетеді. Парсылар бұл ойын түрін, ойынның негізгі мағынасы патша, яғни патшаға шабуылды жасауды шах, патшаны өлтіруді мат деп, қазіргі таңдағы шах-мат ұғымы пайда болған екен.